Күзет және түн ортасында жалғыз қалған иесіз полиция бөлімшесі, бәрі жан түршігерлік түске айналғанға дейін. Фильм Лаура есімді әйел полиция қызметкерінің келуімен басталады. Ол өзінің жаңадан келген қызметкер ретіндегі ең алғашқы тапсырмасын орындау үшін ескі полиция бөлімшесіне келеді. Сол түні Лаура жақын арада бір жолата жабылуы тиіс ғимаратта бірінші ауысымын жалғыз өткізуі керек. Ғимарат ішіне бірнеше қадам жасағаннан кейін-ақ Лаура өзінің бастығы сержант Коэннің әрекетіне таң қалады. Ол кездесудің ең басынан-ақ сәл оғаш көрінеді. Өзін таныстырғаннан кейін Коэн барлық шұғыл 911 қоңыраулары жаңа орталық полиция бөлімшесіне бағытталғанын түсіндіреді. Бұл Лаураның түнгі ауысымында ешқандай қоңырау күтілмейтіндіктен, оның тыныш жұмыс істей алатынын білдіреді. Содан кейін Коэн Лаураға ескі бекеттің әрбір бөлмесін көрсетіп, қысқаша таныстыру экскурсиясын өткізеді және оған ғимараттың артқы жағына ешқашан кірмеуді қатаң ескертеді. Айғақтарды сақтау бөлмесінде Коэн сол түні сағат 10-дар шамасында жинаушы келгенге дейін күзетілуі тиіс бірнеше қалған заттардың бар екенін түсіндіреді. Лаураны жалғыз қалдырмас бұрын, Коэн оған ауысымы ресми түрде аяқталғанша бекеттен кетпеуді ескертеді. Өйткені онда мәйіттер мен қылмыстардан жиналған қауіпті материалдар мен биологиялық қалдықтар бар. Өте тыныш атмосфераға байланысты Лаура жалға бастайды және соңында оператор бөлмесінде ұйықтап кетеді. Алайда оның ұйқысы кенеттен жарықтың қысқа тұйықталу дыбысынан бұзылады. Ол мәселенің қайнар көзін тексермек болғанда, оператор бөлмесіндегі телефон кенеттен шырылдайды. Лаура оған тез жауап береді, бірақ телефонның арғы жағынан байланыс үзілгенге дейін әйелдің қорыққан дауысын естиді. Бірдеңе дұрыс емес екенін сезген Лаура дереу орталық кеңсеге хабарласып, барлық желілер жаңа ғимаратқа ауыстырылуы тиіс болса да, ескі бекетке әлі де шұғыл қоңыраулар түсіп жатқанына шағымданады. Сол сәттен бастап бірқатар оғаш оқиғалар орын ала бастайды. Кешкі ас ішіп отырып, Лаура тамағынан ұзын шаш табады. Содан көп ұзамай ол есіктің қағылғанын естиді, бірақ тексергенде сыртта ешкім болмайды. Ол ішке қайта кірмек болғанда, ғимарат ішінде жүрген үйсіз адамның кенеттен пайда болуынан тағы да шошып кетеді. Ол оны қуып шықпақ болады, бірақ адам оның ескертулерін мүлдем елемейді, тіпті оның көзінше дәрет сындырып, әдепсіздік танытады. Әрекет етуге мәжбүр болған Лаура оны бекеттен күшпен шығарады. Оқиғадан кейін ластанған еденді тазалап болған соң, Лаура құбырлардан шыққан тағы бір оғаш дыбысты естиді. Қызығушылықтың жетегімен ол Коэннің оған баруға қатаң тыйым салғанына қарамастан, ғимараттың артқы жағына қарай бет алады. Әжетханалардың бірінде Лаура бөлменің қаншалықты лас және қараусыз қалғанына таң қалады. Ол бекеттің артқы бөлмелерін аралауды жалғастырып, офицерлердің киім ауыстыратын бөлмесіне жетеді. Шкафтардың бірін ашқанда, Лаура өзінің кішкентай кезінде әкесімен түскен суретін табады. Лаураның әкесі де полиция қызметкері болғаны және дәл осы бөлімшеде қызмет бабында қаза тапқаны белгілі болады. Көп ұзамай кеңсе телефоны қайтадан шырылдайды және бұл жолы қоңырау Лаураға бұған дейін хабарласқан әйелден түседі. Ол өзін Моника деп таныстырады. Лаура полицияға оның тұрған жерін анықтауға көмектесетін кез келген ақпаратты тез арада сұрайды. Моника фермада екенін айтады, бірақ Лаура нақтырақ мәлімет алмақ болғанда желі кенеттен үзіліп қалады. Сәлден соң телефон тағы да шырылдайды, бірақ бұл жолы бұл сержант Коэн айтқан тазалықшы Джо болады. Джо басқа жұмыста аяқтап жатқандықтан кешігіп келетінін және бекетке таңғы сағат 4-ке таман жететінін түсіндіреді. Лаура сәл ренжігендей болса да, оның түсіндірмесін қабылдайды. Содан кейін ол Мониканың қоңырауы туралы хабарлау үшін орталық кеңсеге қайта хабарласады, бірақ оператор оның оқиғасына күмән келтіріп, жүйе бойынша барлық шұғыл қоңыраулар жаңа ғимаратқа толығымен бағытталуы тиіс екенін айтады. Өзін сабырға шақыруға тырысқан Лаура кітап оқи бастайды, бірақ артындағы шкафтың өздігінен қозғалғаннан кенет шошып кетеді. Ол оны тексеру үшін орнынан тұрғанда бекеттің артқы жағынан күдікті дыбыс шығады. Лаура дыбысқа еріп барып, бұған дейін өзі қуып шыққан үйсіз адамның қайтып келіп, айғақтар бөлмесіндегі файлдарды ақтарып жатқанын көріп таң қалады. Әрі қарай қиындық тудырмау үшін Лаура адамның қолына кісен салып, оны бөлмеге қамап тастауға мәжбүр болады. Алайда оғаш оқиғалар мұнымен тоқтамайды. Лаура адам қамалған бөлмеден шықпақ болғанда, есік кенеттен өздігінен жабылып, сол маңдағы барлық жарық сөніп қалады. Қалта фонарын пайдаланып, Лаура сыртқа шықпақ болады, бірақ есіктің сыртынан құлыпталғанын түсінеді.
Үрейленген сәтте есік табалдырығынан қорқынышты бейне көрініп, Лаура абайсызда фонарын түсіріп алады. Қараңғыда Лаура фонарды үйсіз адам алды деп ойлайды, бірақ көп ұзамай бөлмеде олармен бірге тағы бір тіршілік иесі бар екенін түсінеді. Қорқыныш оны билеп алады, содан кейін жағдай түсініксіз түрде қалыпқа келеді. Жарық қосылып, есік ештеңе болмағандай өздігінен ашылады. Лаура сержант Каенге хабарласып, жұмыстан кетуді ойлайды, бірақ полиция қызметкері болу бала кезден бергі арманы екенін және оңайлықпен берілгісі келмейтінін есіне түсіріп, ойынан айнып қалады. Лаура төбеге қарағанда «СУ» деген оғаш жазуды байқайды. Бөлімшеге біреудің басып кіргеніне сенімді болған Лаура өзін қорғау үшін барлық есіктерді дереу құлыптайды. Алайда артқы есікті құлыптамақ болғанда, ол жақын маңда жайбарақат шылым шегіп тұрған Мэриголд есімді аққұба әйелді көреді. Лаура оған кетуді айтады, бірақ Мэриголд шылымын шегіп болған соң кететінін сабырмен айтады. Күтпеген жерден Мэриголд Лаураға бұрын қамауға алынған кезде, осы полиция бөлімшесінде болғанын айта бастайды. Содан кейін ол ғимараттың артқы жағындағы қамау камералары туралы айтады. Онда бір кездері секталық ұрлау мен бірнеше қызды өлтіруге қатысы бар деген күдікпен Пеймон отбасының 3 мүшесі ұсталған болатын. Лаура бұған жауап ретінде өзінің әкесінің де полиция қызметкері болғанын және Пеймон отбасын қылмыс орнында өлтіргенін айтады. Мэриголд мұны жоққа шығарып, Пеймондардың оқиға орнында өлтірілмегенін, керісінше тірідей ұсталып, Лаура қазір жұмыс істеп жатқан осы бекетке әкелінгенін түсіндіреді. Мэриголд сөзін жалғастырып, Пеймон отбасы қамауда отырғанда, олардың камерасынан қандайда бір ғибадат ету рәсімін орындап жатқандай жан түршігерлік ән айтқан дауыстарды естігенін айтады. Ән тоқтағаннан кейін Мэриголд қызығушылықпен камераның ішіне қарап, отбасының 3 мүшесінің де бірге қайтыс болғанын көреді. Ең таңғаларлығы, келесі күні полиция камераның ішінде ешқандай мәйіт жоқ, мүлдем бос екенін көріп таңғалады. Мэриголд әңгімесін аяқтап, Лаураны қалдырып кетеді. Лаура оператор бөлмесіне қайтып бара жатқанда, теледидар кенеттен өздігінен қосылған бөлмені көріп, сілейіп тұрып қалады. Экраннан Лаура Пеймон отбасының 3 мүшесінің тергеліп жатқан ескі кадрларын көреді. Теледидар экранда көрсетілген тергеу кадрларынан Лаура Пеймон отбасының 3 мүшесі шынымен де сектаның ізбасарлары болған деген қорытындыға келеді. Көргендерін толық қорытып үлгермей жатып, бөлмедегі атмосфера кенеттен өзгереді. Орындық өздігінен қозғалып, оған қарай көрінбейтін күш шабуыл жасағандай сырғып келеді. Үрейленген Лаура шегіне береді, дәл сол сәтте телефон қайтадан шырылдайды. Бұрынғыдай қоңырау Моникадан түседі, оның дауысы барған сайын тұрақсыз естіледі. Ол қыздардың өлтірілгенін және әлі де адамдардың ән айтқанын ести алатынын айтады. Лаура одан Джон Майкл Пеймонның есімін естіді ме деп сұрағанда, Моника оны еш ойланбастан растайды. Алайда Лаура әрі қарай сұрай алмай жатып, байланыс тағы да үзіледі. Жағдайдың ушығып бара жатқанын сезген Лаура орталық кеңсеге хабарласып, бұл туралы айтады. Осы жолы оператор оған іс кодын беріп, Моникаға қатысты ақпаратты полиция дерекқорынан іздеуді тапсырады. Өзін тыныштандыруға тырысып, басқа бөлмені тексеріп жүргенде, Лаура бір түрпіші заты байқайды. Біреу әдейі ұйымдастырғандай, табиғи емес мінсіз ретпен жиналған орындықтар қатарын көреді. Әріптестері оны жаңа қызметкер ретінде сынау үшін қалжыңдап жатыр деп ойлаған Лаура ашуланып орындықтарды құлатып тастайды. Көп ұзамай есік тағы қағылады. Бұл жолы Прайс есімді полиция қызметкері келеді. Алдымен Лаура Прайсты да өзін қорқыту әрекетінің бір бөлігі деп ойлайды, бірақ ол мұны жоққа шығарып, жай ғана оның жағдайын білу үшін соққанын түсіндіреді. Оны ішке кіргізгеннен кейін, Прайс өзінің марқұм әкесінің серіктесі болғанын айтады. Ол Пеймон отбасының ісін қалай жүргізгендерін, ол мен Лаураның әкесі ұрланған қыздарды құтқару үшін оқиға орнына бірінші болып қалай келгендерін айтып береді. Прайстың айтуынша, олар құрбандарды құтқаруға жақын болған, бірақ жағдай бақылаудан шығып, Лаураның әкесі басқа бірнеше офицерлермен бірге оқиға орнында қаза тапқан. Әңгімесін аяқтағаннан кейін Прайс қоштасып, бекеттен кетеді. Алайда бірнеше сәттен кейін Лаура Прайстың басында тесік бар екенін байқап, оның тірі емес екендігі туралы қорқынышты шындықты түсініп, шошып кетеді. Содан көп ұзамай Лаура ғимарат ішінде жаңғырған әлсіз ән дауысын естиді. Ол дыбыстың көзін іздеп жүргенде, артынан жұмбақ әйелдің үнсіз еріп келе жатқанын байқамай. Лаура дыбыс шыққан бөлмеге жеткенде, бірнеше қыздың бірге отырып, ән айтып жатқанын көріп таңғалады.
Осы мазасыз көріністен кейін Лаура айғақтар бөлмесіне асығады, бірақ оның тағы да астан кестені шығып жатқанын көреді. Бәрі бақылаудан шығып бара жатқанын сезіп, ол болған жағдайды хабарлау үшін сержант Коэнге қоңырау шалады, бірақ Коэн оны жұбатудың орнына, егер ол жұмысты атқара алмаса, жұмыстан шығаруға дайын болуы керектігін айтады. Сол сөйлесуден көп ұзамай Лаура Джоға хабарласып, қалған айғақтарды жинау үшін бекетке тезірек келуін сұрайды. Ол Джоға рахмет айтса да, Коэннің ескертуін елемеуге бел буып, ескі бекеттен кетуге дайындалады. Ол алысқа ұзамай жатып, телефон тағы да шырылдайды және Моника тағы да қоңырау шалады. Бұл жолы Моника өзін ұстап алған адамдардан қашып құтылғанын айтып тұрған жерін береді. Мұны естіген Лаура дереу полиция бөлімшесіне хабарласып, көмек жіберу үшін Мониканың іс кодын береді. Оператор оған Мониканың шын мәнінде 1 жыл бұрын қайтыс болғанын хабарлайды. Лаура бұған сенбейді, өйткені ол жаңа ғана Моникамен телефон арқылы сөйлесті. Оператор Мониканың Пеймон отбасы жасаған бірқатар кісі өлтірулердің соңғы құрбаны болғанын қосады. Ол сондай-ақ Лаура басынан өткерген барлық оғаш оқиғалардың, жыпылықтаған шамдардан бастап, жоғалған айғақтарға дейін, ескі полиция бекетінің ақыр соңында жабылуына негізгі себеп болғанын түсіндіреді. Оператор сөзін жалғастырмақ болғанда, Лаура есік алдында қалқып тұрған суретті көреді. Ол жақынырақ қарағанда суретте әкесінің жансыз денесі бейнеленгенін түсінеді. Мұнымен тоқтамай, ол Прайстың денесінің суретін, сондай-ақ өлтірілген қыздар мен Пеймон отбасына қатысты әртүрлі айғақтардың суреттерін бекеттің дәлізі бойымен тізіліп тұрғанын көреді. Дәліздегі қорқынышты суреттерді көріп, Лаура өзін сабырға шақыруға тырысады, бірақ құлағы қатты шыңылдап, басы ауырлап, әрекеті сәтсіз аяқталады. Сол күйде анасының қоңырауы оны қысқа уақытқа үрейден шығарады, бірақ ол толық ес жимай жатып, дәліздің арғы жағында тұрған жұмбақ әйелді байқайды. Ойланбастан Лаура оның соңынан қуады, бірақ тұтқиылдан шабуылға ұшырап, есінен танып қалады. Лаура кейінірек тергеу бөлмесінде жұмбақ әйелмен бетпе-бет оянады. Әйел Джон Майкл Пеймон туралы айта бастайды, және өзінің Пеймон отбасы құрған сектаның ізбасары екенін ашады. Осыны мойындағаннан кейін көп ұзамай әйел Лаураның көзінше өз өмірін қияды. Бұл оны қатты жарақаттап, психикалық тұрғыдан күйзелтеді. Лаура не болғанын толық түсініп үлгермей жатып, телефон тағы да шырылдайды және бұл жолы Моника тағы хабарласады. Лаура Моникаға оның ресми түрде қайтыс болған деп жарияланғанын айтқанда, Моника Лаураны қорқыта алғанына риза болғандай жай ғана күледі. Содан көп ұзамай оператор үстелі қатты дірілдей бастайды және Лаура оның астында қорқынышты біреудің тығылып тұрғанын түсінеді. Үрейленген Лаура файлдар сақталатын шкафтардың арасына тығылып, мақұлық жақындағанда тынысын ішіне тартады. Кенет әлгі бейне ешқандай із қалдырмастан жоқ болып кетеді. Бұдан бұлай оғаш оқиғаларға төзе алмаған Лаура ескі полиция бекетінен қашуға әрекет жасайды. Бірақ оның әрекеті нәтижесіз болады. Өйткені әрбір есік тығыз құлыпталған, тіпті терезелерді де оның қаруынан атылған оқпен сындыру мүмкін емес. Әбден үміті үзілген Лаура тағы бір қоңырау алады. Бұл жолы оны қайтыс болған әкесінің дауысы күтіп тұрған қасіретті тағдырдан хабардар еткендей болады. Әкесі Лаураға бекетте кезекшілікте қалуды бұйырады. Тіпті өзі бұған дейін қамап тастаған үйсіз адамды өлтіруге бұйрық береді. Қоңырау аяқталғаннан кейін көп ұзамай үйсіз адам Лаураның артында кенеттен пайда болады. Оның құлыпталған бөлмеден қалай қашып шыққанына түсінбеген Лаура инстинктивті түрде оның соңынан еріп тізе бүгуді бұйырады. Бірақ Лаура оған кісен салайын деп жатқанда, адамның түрі құбыжыққа айналып, жоқ болып кетеді. Лаура оны қамаған бөлмеге оралғанда, адамның сол жерде өз өмірін қиғанын көріп шошып кетеді. Үрей одан әрі күшейеді, өйткені Лаура Пеймон отбасы орындаған секталық рәсімдерді көре бастайды. Бәрі де олардың рухани ойынына тұзаққа түскендей, жан түршігерлік шынайы сезіледі. Көп ұзамай оның марқұм әкесі тағы да хабарласып, Лаураға бекетке келген кез келген адамды тоқтатуды бұйырады. Біраз уақыттан кейін Лаура кіреберістен шу естіп, ғимаратқа басып кірген бетперде киген 3 адамды көреді. Олар Пеймон сектасының ізбасарлары деп сенген Лаура еш ойланбастан оларды бір-бірлеп атып тастайды. Ащы шындық сержант Коэн кенеттен пайда болып, Лаураны атқан кезде ашылады. Сол сәтте ол өзі өлтірген 3 адамның шын мәнінде өз жұмыстарын істеуге келген тазалықшылар екенін түсінеді. Санасы толығымен күйреген Лаура өзін өзі басқарудан қалады.
Оны мазалап жүрген дауыстар анықтала түседі, және ол өзі байқамай, бұрын тек жазбалардан естіген ғибадат әнін айта бастайды. Оның алдында Пеймон отбасының 3 мүшесі адам ретінде емес, полиция бекетінен ешқашан кетпеген аруақтар ретінде пайда болады, олар бұл жерді қарғағандай болады. Сол сәтте, Лаура түнгі әрбір қорқынышты оқиғаның олардың ойынның бір бөлігі ғана болғанын ақыры түсінеді. Пеймон отбасының аруақтары оның санасына сәтті басып кіріп, шындықты бұрмалап, оның қорқынышын басқарып, оны өздері қалдырған сектаға ақырындап тартып алады. Өкінішке орай, Лаураның полиция қызметкері ретіндегі мансабының басталуы тиіс болған түн, керісінше, бәрінің соңына айналады. Оның бірінші ауысымы оның соңғы ауысымы болады.